Енді тағы бір түсіндірейін. Қараңыздар, бізде свечаның екі түрі бар. Мынаны жасыл деп алайық. Көк деп алайықшы. Міне, екі свеча кездеседі, иә? Бізде қызыл. Жоғарғы бағыттан кездесетін болса, біз не істейміз? Мына қызылдың фитилін алып белгілейміз. Міне, қызылдың фитилін алып белгілейміз. Яғни ол мына жақтағы свечалар міне. Қызыл мен жасыл кездесетін болса, біз не істейміз? Всегда қызылдың фитилін алып белгілейміз. Міне. Түсінікті ғой. Яғни жоғарғы бағыттан, бағаның үстіңгі бағытынан, бағаның үстіңгі бағытынан қызыл мен жасыл свеча кездесетін болса, қызыл свечаның фитилі бізде сатушы. Яғни бұны біз резистенс зона деп алсақ болады. Резистенс зона. Яғни сатушылар зонасы. Сатушылар зонасы. Ал енді астыңғы бағытта керісінше бізде не болады? Қызыл мен жасыл свеча болады. Енді астыңғы бағыттан келетін болса, жасылдың фитилін аламыз. Жасылдың фитилін аламыз. Міне. Бұл бізде не болады? Сатып алушылар зонасы болады. Сатып алушылар зонасы. Сатып алушылар зонасы. Енді бұны біз мына жақтан белгілейміз, міне. Яғни қандай да бір қызыл мен жасыл бірге кездесетін болса, оның барлығы бізде не болады? Сатып алушылар зонасы болады, міне. Түсінікті ғой. Яғни сатып алушылар мен сатушылар зонасын біз осылай бірінші не істеп аламыз? Белгілеп аламыз. Одан кейін барып дальнейший біз не істейміз? Стратегияларды қосамыз бір-біріне. Логично, қараңыздар. Екі қызыл, жасыл мен қызыл астыңғы бағыттан келетін болса, жасылдың фитилі бізде сатып алушылар зонасы болады. Ал жоғары жақтан қызыл мен жасыл кездесетін болса, қызылдың фитилі, яғни фитиль деген бұл бізде мына таяқшалар, әрбір свечаның денесімен таяқшасы бар. Мына басындағылардың бәрі бізде не болады? Таяқша. Мына бәрі таяқшалар. Сол таяқшаларын алып белгілейміз. Түсінікті ғой. Ешқандай қиындығы жоқ. Енді қараңыздар, сіздер сатып алушылар мен сатушылар белгілеген кезде алдыңғы бағыты пустой болу керек. Алдыңғы бағыт пустой дегеніміз мына жерде ешқандай қозғалыс жасамаған болу керек. Мына жерде ешқандай қозғалыс жасамау керек болу керек. Енді мына жақта да сатушылар зонасын жоғары жақтан белгілейміз бе? Мына алдында әлі ешқандай қозғалыс болмау керек. Қозғалыс деген свечалар әлі жүрмеу керек алдында. Мына жерде свечалар мына жерде әлі не істемей былай келмеген. Сол себептен мынау бізде сатушылар зонасы болып саналады. Түсінікті ғой. Яғни сатып алушылар сатушылар зонасын белгілегенде мынандай орта жағынан уже алдында қозғалыстар болып кеткен моменттерді не істемейміз, белгілейміз. Сатып алушылар мен сатушылар зонасын белгілейтін болсақ, алдыңғы бағыты всегда не болу керек? Пустой зона болу керек. Түсінікті ғой. Мен енді қазір сіздерге алтынды көрсеттім.
алтын, одан кейін біз алдағы уақытта жұмыс жасайтынымыз еуро USD. Еуро USD. Міне. Еуро USD дегеніміз бұл бізде еуро мен доллардың қатынасы, иә, міне. Еуро мен USD. Доллардың қатынасы. Енді қараңыздар, бұл жақтан да сатып алушылар мен сатушылар зонасын белгілейік. Міне, қараңыздар. Мына жерде жасыл мен қызыл бірге кездесті. Астыңғы жағында. Значит, мен барамда не істеймін? Жасылдың фитилін алып белгілеймін. Мына жасылдың белгісі, фитилі менің сатып алушылар зонам. Яғни алдында әлі баға жүрмегендіктен бұл менде не болады? Действующий зона болып саналады. Енді мына жақын жердегі сатып алушылар зонасын белгілеймін. Мына жерде де тоже, қызыл мен жасыл бірге кездесіп тұр. Мен жасылдың фитилін не істеймін? Алып белгілеймін. Міне. Жасылдың фитилін алып белгілеймін. Түсінікті ғой. Енді жоғары жақтан сатушылар зонасы. Сатушылар зонасын белгілеу үшін мен не істеймін? Қызыл фитилді аламын. Міне алдында әлі қозғалыс болмағандықтан, мына қызылдың фитилі менде сатушылар зонасы болып саналады. Міне сатушылар зонасы болып саналады. Мынау жоғары жақта тоже қызылдың фитилі бізде не болады? Сатушылар зонасы болып саналады. Міне. Көрдіңіздер ғой, яғни жоғары жақтан барлығы қызыл мен жасыл кездесетін болса, қызыл фитилдің барлығы бізде не болады? Сатушылар зонасы болып саналады. Көрдіңіздер ғой, астыңғы бағыттан оның барлығы бізде не болады? Сатып алушылар зонасы болып саналады. Мыналардың енді түстерін ауыстырып қойсаңыздар болады. Астыңғы сатып алушылар зонасын көкпен қылып, сатушылар зонасын розымен, қызылмен қылып қойсаңыздар болады. Міне. Сол кезде шатаспайсыздар. Міне, жоғары жақта розымен қылып қояйық, чтобы шатаспас үшін. Түсінікті ғой. Міне. Яғни қызыл зонаның бәрі бұл бізде резервсіз зоналар, яғни сатушылар зонасы. Астыңғы бағытта қызыл мен жасыл кездесетін болса, жасылдың фитилі уже бізде не болады? Сатып алушылар зонасы. Одан кейін мынау сияқты, мысалға қызылдың фитилі болмаса, жасылдың фитилін алып белгілей бересіздер. Мына жердегідей міне. Міне. Жасылдың фитилін алып белгілейсіздер. Ой, қызылдың фитилі жоқ болатын болса, значит, мына жерде жасылдың фитилін алып белгілейсіздер. Түсінікті ғой, міне. Мына жер именно. Қызылдың фитилі жоқ, сол себептен жасылдың фитилін алып белгіледім. Осылай не істейміз? Белгілейміз. Яғни сатып алушылар мен сатушылар зонасы. Бұл бізде еуро USD. Енді үшінші пара USD GPI. Бұл да тоже также USD GPI. USD-дің японский йенге қатынасы. Яғни бұл жақтан да барамыз да сатып алушылар мен сатушыларды белгілейміз. Қызыл зона бірінші сатушыларды белгілеймін. Мына жерде сатушылар зонасы. Қызыл мен жасыл бірге кездесіп тұр. Қызылдың фитилі бізде не болады? Сатушылар зонасы болып саналады. Міне. Енді астыңғы бағытынан сатып алушылар зонасы. Астыңғы бағытынан сатып алушылар зонасы. Тоже астыңғы бағытынан сатып алушылар зонасы. Егер жасылдың фитилі жоқ па, артындағы қызылдың фитилін алып белгілей береміз. Міне. Сатып алушылардың бәрін көкпен қылып қойсаңыздар болады. Сатып алушы деген уже лонгқа қарайтын зоналар. Қызыл болатын болса, значит, шортқа қарайтын зоналар деген секілді сразу автоматом не істейсіздер? Қарап отырасыздар. Міне. Түсінікті ғой.
Сатып алушылар мен сатушылар былай оңай, қатты қиындатпаймыз. Енді how USD, Euro USD, USD GPI. USD GPI. Осы үш параға 5-5-тен 5 support, 5 resistance, яғни сатып алушылар зонасы 5-5-тен не істейміз? Кешке дейін жасайсыздар. 5-5-тен. Сатып алушы зона 5, сатушылар зонасы 5-5-тен. Осы үш параға 5-5-тен жасайсыздар да кураторға не істейсіздер? Өткізесіздер. Түсінікті ғой? Бізде бұйырса бүгіннен бастап сабағымыз 16, сіздердің уақыттарыңызда 16:30-да басталады кешкісін. Менде мына жақта ойламаған жерден оқуларым шығып қалды. Сол себептен аяқ астына болып қалды. Оны білгенде мен алдын ала бәрін пландайтын едім. Сол себептен кішкене келеңсіздіктер үшін кешірім сұраймыз. Сіздерге де жақсы деп ойлаймын. Кешкі 16:30-да болатын болса, кішкене рынокқа ертерек дайындалатын. Түсінікті ғой? Яғни осы тапсырманы кешке дейін жіберіңіздер, 16:30-ға дейін осы тапсырманы орындап кураторға жіберіңіздер. Қатты қиындығы жоқ, қараңыздар. Бір-бір қарап аласыздар да, уже астыңғы бағытта жасылдың фитильдері лонг зона, қызылдың фитильдері жоғары жақтан шорт зона болды, соны белгілеп жібересіздер. 5-5-тен. Яғни how USD-ден 5 лонг зона, 5 шорт зона. Euro USD-ден 5 лонг зона, 5 шорт зона. USD GPI-ден 5 лонг зона, 5 шорт зона белгілейсіздер да, не істейсіздер? Барлығын кураторға жібересіздер. Түсінікті ғой? Енді алдағы уақытта сабақтарымыз бұдан күрделене бастайды. Сол себептен осы фундаментті жақсылап түсініп жататын болсаңыздар, ары қарай түсіну қиын емес. Түсінікті ғой? Бүгінге сабақ осы. Бұйырса кешкі сағат 16:30-да көріскенше. Обязательно кураторға үй тапсырмасын орындап жіберіңіздер. Жақсы, кешкі сабақта көріскенше. Сау болыңыздар.